Қайырлы күн, құрметті домбыра үйренуші. Біз бүгін осыменен екінші күйді бастайық деп отырмыз. Бұл күйдің аты Қара жорға. Барлықтарыңызға таныс Қара жорға биінің әуені. Яғни деректерге сүйенсек, бұл негізі басында күй болған екен. Бұл күйдің негізгі нұсқасына қазіргі бай өнерге тұратын қазақтар әлі күй ретінде тартып жүр. Сол күйдің негізінде би шыққан дейді. Енді осы күйді бір орындап берейін бірінші. Яғни халық күйі Қара жорға. Аяқтауға болады. Сонымен халық күйі Қара жорғаны бастайық. Бастамас бұрын мына бір экранда көріп тұрған қағысты үйреніп алайық. Сіз білу керексіз, П деген әріп төмен қағыс, В деген жоғары қағыс. Ал плюс деген тұрса, бұл сәл созамыз. Сондықтан көрейік. Жоғары, төмен, жоғары. Осыны ашық шетте орындап көріңіз. Төмен, яғни плюс деген қағыс болса, онда өзіміздің қарапайым жақсы көретін төмен жоғары қағысымыз. Плюс деген болса, төмен қағысты міндетті түрде пауза ретінде ұстап орындаймыз. Мысалы, міне. Ақсандап тартамыз. Ал В деген жоғарғы қағысын жанында плюс болмағаннан кейін төмен қағысқа тезірек келеміз. Яғни төмен ұстаймыз, жоғары төмен ұстамаймыз. Жоғары төмен, яғни жоғары ұстамаймыз. Жоғары төмен, төмен ұстаймыз. Осылай орындап көріңіз. Яғни кейде көпшілікте 80% адамның бір қателігі болады осыны орындағанда. Бұл яғни плюсті жоғарғы қағыс ретінде тартады. Осыған мұқият болыңыз, олай емес. Бүкіл күйдің барысында олай емес. Төмен, жоғары, төмен, сіз былай есептеңіз. Төмен аласыз, пауза міндетті түрде төмен қағыста болу керек, яғни соқсақ төмен отырғанда болу керек. Жоғары, төмен. Пауза әртүрлі болады. Ұзақтығы мысалы 1 секунд. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2 секунд алсаңыз болады. 1. 1. 1. 1 деп алсаңыз да болады. Адамға қалай ыңғайлы сол сөйтіп ала береді. Ең бастысы, тағы айтам, төмен қағыста пауза болу керек. Емес, төмен, жоғары, төмен болу керек. Ал біраз сабағымызды қиындатайық. Бұл 4-4-4-2, 4-4-4-0 дегеніміз не? Жоғарда бұл қағыстарымыз, сосын 4 қатар тұрды, мына қатар, мына қатар, мына қатар, мына қатар міне. Яғни мына қатар, мына қатар, мына қатар, және мына қатар тұр. Енді 4 қатар, 4 сөйлем. 4 сөйлемнің қағысы барлығы бірдей болады. Ал бұның бәрі астыңғы шек. Үстіңгі шек ашық болады.
алғашқы сабағымыз Еркемайды еске түсірсеңіз, мен үстіңгі шек ашық болғанда ештеңке жазбағам сіздерге. Тек 11-14 деп жазғам. Тура сол сияқты үстіңгі шек бәрі ашық болады. Яғни үстіңгі шек былай, үстіңгі шек ашық болғанда бас бармағымыз былай алшақ жүрмейді, және алақанымыз жабысып тұрмайды. Кеттік көрейік. 4-ті мына шынашақпен бассаңыз әдемі шығады. Не болса тіп-тім болса мына ат жоқпен бассаңыз, бірақ шынашақпен бассаңыз әдемі шығады. 4, енді 2, 2. Бірінші қатар, яғни бірінші сөйлем. 4, 2, 2. Бұл біраз оңай сияқты көрінгенмен ырғақ ұстау керек. Та деп. Жәнегі жаттығуды еске түсіріңіз. 4, пауза. 4, 2. Сонда? Болады. Екінші сөйлем. 4, 0. Болды. Жоқ, қақыс жоқ. Тағы да. 4, 2, 2, 4, 0. 4, 2, 2, 4, 0. 2, 2. Сөйлемді аяқтадық. Үшінші қатар, үшінші сөйлем. 2, 2, 0, 2, 2, 2. Сонда, былай болады. Тағы орындап берейін, қолымды көрсетіп. 4, 2, 2, 4, 0. 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2. Түсінікті деп есептеймін. Бұл өте қиын болмаса да жеңіл емес, оңай емес. Сәл паузаға қойып, бүкіл орындап берсеңіз, тағы бір айтам, плюс міндетті орындаңыз. Бәлкім былай болу керек. Бұл өте қиын болады бас кезінде. Деп орында. Паузаға қойып, міндетті де орындап шығыңыз. Біз екінші буынын бастайық. 4, дәл сондай әдіспен. 4, мұнда екінші буыны 4-ті сұқсан басамыз, е? 7, 7, тағы да. 7, 7, 4, 0. Қайталаймыз. 2, 2, 2, 0, 2, 2, 2. Мен сіздерге бұлай үйіп отырған әдейі сізге ыңғайлы әуенге біраз түсінсін деп отырмын. Сізде сонда осы жерде былай шығу керек міне. Екінші буын. Екінші сөйлем. Міне екінші буын. Үшінші сөйлем. Тағы да. Төртті басамыз. Мұндан көреміз. Осы екінші буынды. Тағы айтылып айтам. Әр жол бір сөйлем.
қағыстарыңызды дұрыстап орындасаңыздар, шығу керек. Осы мына бас бармақты ұмытпаңыздар. Және жабыспау керек міндетті түрде. Бұл оны жақсы меңгеріп алдыңыз деп есептеймін. Осымен 3-ші сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта осы қара жорға күйін аяқтаймыз. Үй тапсырмасын орындап, осы күйде міндетті түрде сұрақтарыңыз бар шығар деп есептеймін. Маған жазып, видеоларды түсіріп, сұрап, осы күйді үйреніп алыңыз. Сау болыңыздар.